Саламатсыздар ма әріптестер? Қалайсыздар? Мен сіздерге табельді шығару барысында мынандай бір атаулы екі пәннің қалай шығып, оны қалай түзету керек екенін айтып өткім келіп отыр. Бірінші мәселе ол мына қайсы негізгі пән, қайсы вариатив екенін нақты қайсы балдық жүйеден білуге болады. Балдық жүйе, сынақ жүйесі. Балдық жүйе мынау Қазақстан тарих нақты негізгі пән атауы. Мынау вариатив екені көрініп тұр. Яғни тарих вариатив. Енді бірақ вариативтің негізгі атауын шығаруымыз керек. Ол үшін біз мынау қай сынып, яғни 7-ші Б сыныбы. 7-ші Б сыныбын мына жерде көрсетілген 7-ші Б сыныбын ашамын. 7-ші Б сыныбында бізде Қазақстан тарихы бар. Тарих қазақ шежіресі дейді. Қазақ шежіресі бізде. Қазақ шежіресі қазақ шежіресі бар. Қазақ шежіресі бар. Бізде тағы тарихи тұлғалар дейді. Тарихи тұлғалар деген бізде тарихи табиғаттан ғажайып бар. Тарихи тұлғалар деген жоқ. Тарихи тұлғалар деген жоқ. Енді біз не істейміз? Мектеп әкімшілікті, мектеп жұмыс төлі әкімшілікті басамыз. Әкімшілікті басқан кезде мектеп әкімшілігі жасау мүмкіндігіне ие функциялар толық ашылады. Осының ішінде пәндерге өтесіздер. Пәндерге өткен кезде біздер осы бірыңғай пән атаулары пәндер жиынтығы шығады. Біздер осының ішінен тарихи тұлғалар деген пән атауын табуымыз қажет. Ендігі мәселе осы жерде тарихи мен сізге қосымша осы Қазақстан тарихында ашып қойын. Одағы жүйе қалай? Қазақстан тарихы. Қазақстан тарихы. Қазақстан тарихы. Қазақстан тарихының мына қысқаша атауы шығып тұр. Бір қысқаша атауы бұл табельде көрінеді. Ал Қазақстан тарихы бұл сіздердің журналдарыңызда көрінеді. Яғни журналдарыңызда деген, журналды жаңа ашып, журналды ашқан кезде осы жерден Қазақстан тарихы болса, Қазақстан тарихы немесе тарих деп көрінеді толық атау. Бірыңғай атаулы мына Қазақстан тарихы бұл табельдеріңізден көрінеді. УБТ-ға пән атауы бұл білім саласы. Қай білім саласына жатады мына пән атауы? Яғни жаратылыстану бағытына, математика, жаңа жаратылыстану, гуманитарлық деген сияқты өзіндік салалар бар. Тіл және әдебиет, математика, адам және қоғам, жаратылыстану, дене шынықтыру, технология және өнер. Егер де осы саланың 6 салаға да жатпаса, онда басқа түрін таңдайсыздар. Енді тарихи тұлғалар. Тарихи тұлғалардың біз мына жерден тарихи тұлғаларды іздейміз. Егер де тарихи тұлғалар атауы пәндердің бірыңғай анықтамалығынан алынған пәннің атауынан мына жерден көрінбейтін болса, онда біз оны жай ғана бос тастап кетеміз. Және де ОБТ-ға пән атауын егер болатын жағдай болса, осы жерден оны таңдаймыз. Егер де болмаса, онда бұл жерде басқа түрі деп көрсетеміз. Яғни білім саласына да біз нақты басқа дейді екенбіз. Себебі өйткені мына жердегі бірыңғай анықтамалық атауы шықпаған екен, біз мына жердегі 6 саланы көрсетпейміз, 7-ші сала басқа түрін таңдаймыз. Куәландырумен дейді. Куәландырумен деп сіздер не үшін көрсетесіздер? Ол куәландырумен делген екен, ол үлгерім, есептік кезеңде үлгерімде, жалпы табельде ол пән атауы көрінеді. Сондықтан сіздер оны шығарады екенсіздер куәландырумен деп. Куәландырумен деп шығарасыздар. Одан кейін критериялы бағалау жүйесі, ол мына пән атауы жиынтық бағалау түріне жататын болса, жиынтық түрін, егер жай ғана сынақ түрі 90-дығына жататын болса, сынақ 90 немесе сынақ жарты жылдық дегенді таңдап сақтау батырмасын басады екенсіздер.
Так, басқаннан кейін сіздерде мына жерде тарихи тұлғалар атауы яғни көрінетін болады. Біздер оны обновление жасаймыз, яғни мына жерде табльде өзгеріс пайда болады. Так, одан кейін біздер жаңа куәландырумен деген қысқаша анықтама беріп өтейін. Так, үлгерім және сабаққа қатысты байланысты есептерде көрсетілмейді дейді. Мына куәландырусыз дегенді басатын болсам, өзі нақты анықтама беріп қойған. Үлгерім және сабаққа қатысуы бойынша есептерді көрсетілмейді дейді. Яғни бізде көрсетілген мына табльде көрсетілмейді, үлгерімде көрсетілмейді екен. Сондықтан пән ретінде өтілген ол вариатив болсын, ол негізгі сабақ болсын, жалпы ол пәнді біз көрсетеді екенбіз. Яғни мына жерде көріп отқандарыңыздай, жаңа екі тарих болатындығын, яғни тарихи тұлға деп біз негізгі жаңа бірыңғай атаулы анықтамадан Қазақстан тарих дегенді алып тастап, жай ғана бос қалдырған болатынбыз. Сонымен біздің вариатив атауымыз толық көрінді. Енді жаңа куәландырумен деген болғандықтан жалпы тарихи тұлғалар сағат ретінде мына жерде жалпы сағатқа еніп отыр. Өйткені вариатив болса да ол табльден көріну керек, себебі біздер бала ол жалпы сағат санын қамтиды. Және де ол баланың қалдырған сағат сандары да осы жерден көрінетін болады. Так, жалпылама барлығын түсіндірдім деп ойлаймын. Так, пән атауына кіріп, негізгі бірыңғай пән атауынан алып өзгертеді екенсіздер. Основной вариативтерде болып жатыр бұл мәселе. Яғни вариативке негізгі пән атауын көрсетіп қойып жатсыздар. Сол жерде жай ғана бос тастап кетесіздер. Өйткені вариатив атаулары бірыңғай пән атауының негізіне келмейді, сәйкес келмейді. Яғни пәндердің бірыңғай анықтамалығына алынған пәннің атауына сәйкес келмейді. Сондықтан біз ол жерде жай ғана бос тастап кетеді екенбіз. Жалпы толыққанды айтып өттім деп ойлаймын. Яғни сұрақтарыңыз болатын болса, төменде жазуларыңызға болады.